Сәлем оқырман. Шерхан мен Ақбота бір-біріне тағы бір мүмкіндік берген еді. Барлығы қайтадан басталғандай көрінді. Екеуі де бұл жолы бәрі басқаша болады деп сенді. Қайта жанған махаббат, бір-бірінсіз өтпеген күндер, ортақ жоспарлар. Бірақ махаббат тек сезім ғана емес. Ол түсіністік, сенім, құрмет. Өкінішке қарай бұлар жетіспеді. Қанша тырысса да бір-бірін өзгерте алмады. Бірге болған күндері әдемі естелікке айналды, бірақ болашақты бірге елестету қиындады. Шерхан мен Ақбота соңғы шешімін қабылдады, бұл жолы бір жола. Оларды енді тек ортақ баласы байланыстырады. Басқа ештеңе. Бота болса өзінің жазуларын Instagram желісінде қалдырған болатын. Біз бәрін соңына дейін жеткіздік. Қайталап көруге тырыстық. Бірақ болмады. Иә, біз мүмкіндік бердік. Екінші рет. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Енді біз тек ата-анамыз. Басқа ештеңе емес. Достық. Жоқ, ол мүмкін емес. Бар болғаны ортақ бала, ортақ жауапкершілік. Біз бұл шешімді бірге қабылдадық. Бұл дұрыс шешім деп есептейміз. Сондықтан бұл тақырып жабылды. Енді алға қарай жүру керек. Өткенге оралу жоқ. Бұл соңы. Бірақ әр аяқталу жаңа бастаманың бастамасы. Осы жұпты қолдап, әр қадамын бақылап жүргендер көп еді. Көпшілік олардың қайта қосылғанына қуанған болатын. Бірақ өкінішке қарай, өмір әрдайым біз қалағандай бола бермейді. Көпшілік олардың бірге бақытты болуын қалады. Оларды қолдағандар аз емес еді. Бірақ әр махаббаттың өз жолы бар. Бірі соңына дейін бірге болса, енді бірі белгілі бір жерден тоқтайды. Бұл соңы, бірақ екеуінің де болашағы жаңа жолдармен өріледі.